Болонезе пастасы. Фаршты зәйтүн немесе күнбағыс майымен қуырамыз. Тұз қосамыз. Суы әбден кеткенше қуырамыз. Бөлек ыдыста пиязды қуырамыз. Чеснок саламыз. Сәбіз. Тұз қосамыз. Бұрыш. Бірге жақсылап араластырамыз. Қуырылған фаршты қосамыз. Бірге қуырамыз жақсылап. Қызанақ қосамыз. Қызанақты ыстық суға салып сыртын тазалап алдым. Томат пастасын қосамыз. Орегано. Базилик. Су құямыз. Қақпағын жауып 2 сағат пісіреміз, чтобы соус образный болу үшін. Шыдамасаңыз 1 сағаттан кейін ала берсеңіз болады. Піскен пастамен бірге береміз. Бетіне сыр себеміз. Астарыңыз дәмді болсын.